Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге асқабақ қосылып жасалатын өте бір дәмді, керемет, дәмі ауызда еритін пирогты, яғни бәлішімізді бірге дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бір жасағаннан ақ осындай үлпілдеп, керемет болып шығатын ең затты рецептеріміздің бірі. Енді біз бірге бастайтын боламыз. Ең алдымен асқабақтарымызды жуып, тазалап, осылай турап алдым. Енді духовкаға 170-180 градуста 25-30 минуттай қойып алатын боламыз. Асқабақтарымыз дайын болып пісті. Енді блендерге салып, езіп, пюре жасап аламыз. Дайын болған пюремізді осылай ыдысымызға салып аламыз. Енді біз табағымызға жұмыртқаларымызды жарып жіберіп, оның үстінен қантымызды салатын боламыз. Және бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз, яғни барлығы біркелкі болуы қажет. Оның үстінен сметанамызды, яғни қаймағымызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Осылай араластырып болған соң, оның үстінен асқабақтан жасалған пюремізді салып, тағы да миксердің көмегімен біркелкі болғанша миксерлейміз. Мен бір шай қасықта қопсытқышты осылай ұныма араластырып жібердім. Енді ұндарымызды салып, тағы да миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Не достар, біздің қамырымыз осылай дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какаоны салып жіберіп, тағы да миксерлеп аламыз. Дайын болған массаларымызды мен осылай қалыпқа пергамент қағазын төсеп алдым. Сіздер өздеріңіздің кез келген қалыптарыңызға, яғни 22-24 сантиметрлік қалыпқа салсаңыздар да, немесе кекс пісіретін қалыпқа салсаңыздар да болады. Мен ең алдымен ақ массамызды салып, осылай біркелкі болғанша түзулеп шығамыз, яғни жайып шығамыз. Оның үстінен какао қосылған массамызды салып аламыз. Оның үстінен тағы да азғантай ақ массамызды саламыз. Енді біркелкі болғанша осылай мен таяқтың көмегімен түзулеп шықтым, яғни барлық жері бірдей болуы қажет. Енді 170-180 градуста 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Достар, міне біздің асқабақтан жасалған дәмді бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаларыңыз қалдырмай жеп қоятын болады. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеомның астына комментарий арқылы өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.